Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге табада жасалынатын торттың рецептісімен бөлісемін. Тортымызға қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Ол үшін бізге алдымен қант, сүт, сұйық май және де жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаларымыздың барлығын жарып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қосып жатырған жұмыртқамыз және де сүтіміз бөлме температурасы болған жөн. Міне венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алдым. Енді үстіне сүтімізді құйып жібереміз де, тағы да барлығын араластыратын боламыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, барлығын бен бұлғап шығамыз және де жанымызға қойып қоямыз. Келесі кезекте осындай шұңғыл ыдысқа барлық құрғақ ингредиенттердің барлығын араластыратын боламыз. Алдымен ұнымызды електен өткіземіз. Какаомызды және қопсытқышымыздың барлығын қосып, құрғақ венчикпен барлығын араластырып шығамыз. Енді осы құрғақ ингредиенттерімізді сұйықтығымыздың үстіне құямыз. Жартысын ғана құйдым. Жақсылап араластырып, біркелкі болғанша. Содан кейін келесі екінші бөлігін қосып, барлығын жақсы етіп, видеодағындай қою сұйықтыққа айналдырамыз. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып жібереміз де, бұлғап шығамыз. Міне осындай сұйық болып шығу керек. Енді кремімізді жасайтын боламыз. Бұл тортқа мен қаймақты сүзбелі крем жасайтын боламын. Алдымен қаймағымызды салып, үстіне сгущенкамызды құйып, және де сүзбеміздің барлығын қосып, барлығын бірге миксерлейтін боламыз. Бұл тортқа қалауларыңызша крем жасасаңыздар болады. Мысалы, крем пломбир, чиз сияқтыларды тек қана қайнатпалы крем ғана бұл тортқа келмейді. Дайын болған креміміздің бетін жауып, корждарымыз піскенше тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді тортымыздың негізгі бөлігі корждарымызды пісіріп бастаймыз. Отымыз орташа болғаны дұрыс. Әрбір коржға бір ожаудан кетеді, бірақ ол сіздің табаныңыздың көлеміне байланысты, яғни маған бір ожау кетті. Піскен кезінде осындай көпіршіктер пайда болады. Одан кейін екінші жағын ауыстырып, екінші жағында пісіріп алып ала берсе болады. Осылай етіп, барлығын жақсы етіп пісіріп аламыз. Және де піскен корждарымыздың үстін табанымыздың қақпағымен жауып қойсаңыздар дұрыс болады. Сонда шеттері осындай жұмсақ болып шығады, қатып кетпейді корждарымыз. Менде барлығы 12 дана корж шықты. Енді оны видеодағындай етіп, осындай көлемде шет жағын барлығын алып тастайтын боламыз. Шеттің барлығы бізге керек, одан тортымыздың сыртын қаптайтын боламыз. Мына корждарымыздың барлығының диаметрі бірдей, әдемі болып шықты. Енді шетінің барлығын блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Енді кремімізді алып, тортымызды жинайтын боламыз. Креміміздің бір жақсы жері сұйық болғанымен, бұл торт яғни пропитканы қажет етпейді. Тортымызды толықтай жинап, лезде қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Тортымызды видеодағындай етіп, бір коржға 2-2,5 қасық кремімізді салып, жинап шығамыз.
Енді үгітілген көкжарымыздың артық бөлігімен тортымыздың жан жағын әсемдейміз. Міне тортымыз биік, әдемі болып шықты. Менің бұл рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер және каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.